Әруақ. 2005 жылдың қысы болатын. Ауылдан 80 шақырым жерде орналасқан аудан орталығында тұратын туысымыз қоңырау шалып қонаққа шақырды. Қазақтың шақырған жерден қалма деген қағидасын ескеріп, қалмай баратынымызды айттым. Әйеліме аудан орталығында тұратын туысымыздың қонаққа шақырғанын айтып едім. Бармай-ақ қойсақ қайтеді? Менің ертеңге жоспарлап қойған үй шаруаларым бар еді, деді. Мен барамыз деп сөз беріп қойғанымды айтып, үй шаруасын кейінгі демалысқа қалдыр дедім. Әйелім үндемей өз шаруасымен кетті. Әйелімнің үндемеген келіскенін де ұқтым. Ертеңінде ерте тұрып, жолға шығар алдында көлігімді бір тексеріп алуды ұйғардым. Доңғалақтарын тексеріп, май суын бір-бір қарап шықтым. Бәрі де дұрыс екеніне көз жеткізіп, үйге кірдім. Үйге кірсем, әйелім жайбарақат. Үй шаруасымен жүр екен. Тіпті қонаққа баратынымызды ұмытып кеткен сияқты. Әйелімнің мына жүрісіне аздап ашуым келіп, «Оу, дайындалмайсың ба?» Ол жайбарақат күйде ештеңеден хабары жоқ кісіше, «Қайда?» деді. «Қайдаң не, қонаққа бармаушы ма едік?» Әйелім сол бір салмақты қалпын сақтап, «Бармай-ақ қойса қайтеді? Тіпті болмаса, өзің барып қайтсаңшы?» Менің одан сайын ашуланғанымды көрген соң, жарайды деп келісті. Қонаққа сағат 1-ге шақырғандықтан үйден 11-де шықтық. Жаз айы болса, 1 сағат көлемінде жететін жер. Бірақ қазір қыс, жол тайғақ болған соң, асықпай жүреміз деп ертерек шықтық. Асықпай жүріп отырып дәл уақытында жеттік. Шақырылған кісілер әлі толық жиналмаған екен. Қалған қонақтар келгенше тағы жарты сағаттай күттік. Ас шай ішіліп, ән салып думандатып отырғанда күн кеш болды. Қыс мезгілі болған соң тез қараңғы түсті. Аздап арақтан да ұрттадық. Аудан мен ауыл ортасында гай болмайтындықтан кейде рөлге ішіп алып та отыра беретініміз бар. Бірақ ептеп қызу болғаныммен мас емеспін. Кешкі 10-дар шамасында үй иелеріне қайтуға рұқсат сұрадым. Олар қонып ертең қайтуымызды ұсынды. Әйелім де «Қайтпай-ақ қойсақ қайтеді?» деп қиылғанымен, мен үйден балалардың жалғыз қалғанын айтып, қайтуымыз керек деп көнбей қойдым. Қазақтың қалай қоштасатынын білесіздер ғой. Ал ішіп алса тіпті, ал жарайды, ал сау бол, кетер аяқ, жол ашар деп жүргенде сағат 11 болған екен. Қимай қоштасып, жолға шықтық. Аудан орталығынан шықпай жатып, әйелім, көңілім жайсыз болып тұр. Осында тұратын досымыздың үйінде қала салсақ қайтеді?» деп әңгіме бастады. Арақтың демі ме, әлде қырсық шалды ма? «Қайдағыны айтпа!» деп кесіп тастадым. Әйелім, «Онда асықпай жүрші!» Әйел бірдеңе десе түлен түртетін қырсықтығым ұстап қалды. Ал ішіп алғанда тіптен есіріп кетеміз ғой. Сол қырсықтыққа салып, көліктің жылдамдығын асыра түстім. Менің сол мінезімді білетін әйелім одан әрі үндемеді. Оның үндемегені одан сайын ызаланып, арақтың да демі бар шығар, жылдамдықты одан сайын асырдым. Ол кезде ауданнан 30 шақырымдай ұзап кеткен едік. Әлі де ашуым басылмай, әйеліме қайта-қайта қарап келем. Солай аптығып келе жатқанда жол үстінде тұрған қызды көзім шалды. Тежегішті басып, рөлді бұрып жібердім. Не болғанын ұқпай да қалдым. Көлік бір-екі аунап, төрт аяғынан қайта тұрып қалды. Әйелімнің ыңырсыған даусынан тез есімді жидым. Аяқ-қолым аман сияқты, еш жерім ауырғаны сезілмейді. Әсия деймін. Жауап жоқ. Сыртқа шығайын десем, есік ашылмайды. Быт-шыты шыққан алдыңғы терезені теуіп түсірдім де сыртқа шықтым. Әсияны түсірмек болып, есікті жұлқылаймын. Ашылмайды. Ашылып қалған жүк салғышты көргенде, сонда жатқан темір ырғауыш, мантиварка есіме түсті. Темір ырғауыштың көмегімен есікті ашып, Әсияны жерге түсірдім. Не істемек екенімді өзім де білмеймін. Әсияның ақырын ғана ыңырсыған дауысы естіледі. Әсия деймін. Жауап жоқ. Бір кезде жердің суық екені есіме түсіп, көліктің артқы орындығын алып, Әсияны оның үстіне жатқыздым. Не істерге білмеймін. Ең жақын жер аудан орталығына дейін 30 шақырымдай. Әсияны арқалап, оған жете алмасым анық.
Біреу келіп қалса екен деп Алладан тілеуден өзге амалым қалған жоқ. Алла да тілеуімді қабыл алды ма? Арада 2-3 сағат өткенде аудан жақтан келе жатқан жарық көрінді. Жарық сонша ұзақтан көрінген жоқ сияқты еді. Алайда жете алмай-ақ қойды. Жылдам жете қоймағанына қарап трактор ма екен деп ойлағам. Жоқ, жеңіл көлік болып шықты. Бір мезгілде әйтеуір жетті-ау. Ауданнан қонақтан қайтып келе жатқан көрші ауылдың кісілері екен. Машинада көлік басқарып келе жатқан жас жігіт және алпысты алқымдап қалған аға мен апа бар екен. Мен әйелімді жылдам ауруханаға жеткізуін өтіндім. Бәріміз көлікке отырып, аудан орталығында ауруханаға жеттік. Ол кезде уақыт таңғы 4 мезгілі болған екен. Дәрігерлер Әсияны жылдам жансақтау бөліміне алып кетті. Біз есік алдында күтіп қалдық. 10-15 минуттан кейін дәрігер шығып, жалғасы бар.